Сәлем достар, бүгін сіздермен оригинал цезарь салатының рецебімен бөлісемін. Алдымен тауық етін маринадтап аламыз. Бізге керегі сұйық май, тұз, паприка. Араластырып, тауық етін салып, 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. 1 сағаттан соң пешке 220 градусқа салып пісіреміз. Оған дейін соусын дайындайтын боламыз. Бізге керегі майонез, пармезан сыр, чеснок, горчица, лимон сөгі, зайтын майы және тұз. Барлығын ыдысына салып, блендермен езіп аламыз. Міне бізде осылай соус дайын болады. Піскен тауық етімізді осылай сопақша етіп алдын ала турап аламыз. Алдымен ыдысымызға капустаны ірі етіп турап аламыз. Үстіне бөдене жұмыртқасын жартысын ғана саламыз, жартысын әсемдеуге алып қаламыз. Тауық етін және шери помидорын да солай жартысын салып, жартысын әсемдеуге алып қаламыз. Достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар. Салаттың соусын салып, салатты ақырын араластырамыз. Салатымыз басылып қалмау керек. Дайын болған салатымызды тарелкаға салып, жан-жағына тауықтың етін, бөдененің жұмыртқасын және чери жұмыртқасымен және жан-жағына сухариді қоямыз. Ең үстіне пармезан сырын етіне себеміз. Ал достар, салатымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болады. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.